Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен өте оңай әрі тез жасалатын пирог жасаймыз. Алдымен ол үшін бізге 2 жұмыртқа және айран, шекер, ұн керек. Ал біз оларды таразының көмегінсіз жай ғана шай ішетін кесемен өлшеп, солай салатын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен ыдысқа 2 жұмыртқамызды салып аламыз және 1 кесе құм шекерімізді салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Шекер ерігенше араластырамыз. Миксер міндетті түрде емес, венчикпен де болады. Және осы дайын болған массамыздың үстіне 1 пиала, яғни 1 кесе айранымызды құямыз. Массамызды жақсылап араластырып аламыз. Және осы массаның үстіне өсімдік майын, оны да 1 кесемен өлшеп құямыз. Осылай араластырамыз. Енді кесемен өлшеп ұн саламыз. Ұндың барлығын бірден салуға болмайды, және 1 шай қасық ас содасын қосамыз. Ұнымызды 2 кесе ұн қосамыз, бірақ бөліп 3-ке 4-ке бөліп араластырамыз. Себебі бірден қосса қою болып қалуы мүмкін. Жақсылап араластырамыз. Дәл видеодағыдай қалыпқа келгенше тоқтатпаймыз. Міне қамырымыз дайын болды, пирогтың қамыры. Енді пешімізді 150 градусқа қыздырып аламыз алдын ала, және кез келген форма болады. Менің формам 23 диаметрлі форма. Астын осылай фольгамен бекіттім, ал сіздерде асты бекітулі форма болса, оның ішін жақсылап майлап алғандарыңыз дұрыс. Сол кезде біздің пирогымыз жабыспай әдемі болып піседі. Пирогтың қамырын формамызға енді құйып аламыз. «150 градуста қызған пешке 40-30 минутқа қоямыз. Міне пирогымыз пісті. Осылай әдем болып көтерілді. Енді астындағы фольгадан оны аламыз. Әбден суығаннан кейін ғана кесуге болады. Ыстық күйінде кессек, ол езіліп кетуі мүмкін. Міне мен жақсылап суытып алдым. Қараңыздаршы, қандай керемет, арасы қалай әдем болып көтерілген. Ауызашарға жақындарыңызға істеп қуантыңыздар. Міне пирогымыз дайын. Өте жұмсақ, дәмі тіл үйіреді өте. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеле кетіңіз.